Сәлем қыздар, бүгін тауықтың етінен плов жасайтын боламыз. Өте дәмді шығады және тез піседі. Алдымен қазанымызды алып, ішіне сұйық майды құйып қыздырып, үстіне тауықтың етін бөліп, осылай салып жақсылап қуырамыз. Қызарып қуырылғаннан кейін үстіне үлкен бір бас пиязды жұқа етіп турап, осындай видеодағыдай бірге етпен бірге, тауық етімен бірге жақсылап тұрып қызарғанша қуыратын боламыз. Одан кейін дәміне қарай тұзын салатын боламыз. Жақсылап етіміз қуырылғаннан кейін үстіне сәбізімізді саламыз. Мен сәбізі көп болғанын ұнатамын, сол себептен осындай екі үлкен сәбізді қосып жібердім. Жақсылап араластырамыз. Сөйтіп қазанның қақпағын жауып, астын жай қойып, біраз пісіріп аламыз. Бір 15 минуттай тұрды, одан кейін осылай ашып, болгарский перецті осылай ірі етіп салдым. Өткен туралған біздің балдар жемейді. Енді үстінен сәл асырып су құятын боламыз. Еті пісетіндей етіп, негізі өте тез піседі тауықтың еті. Мына жерде мен 2,5 кесе күріш салып жердім. Күрішін салып араластырамыз. Үстінен тура бетінен суы асып тұру қажет. Астын жай қоямыз да, қазанның қақпағын жауып қоямыз. Осылай күріштің суы тартылған кезде осылай жинап қойып қоямыз. Астын өте жай қоямыз. Күрішіміз демдеп пісіп шығады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.